Сәлеметсіздер ме? Жері гүлденген, елі тірленген. Дамуы жедел ұрпағы кемел елдің ұландары. Мен тәуелсіз елдің талапты ұландарының бірі Тұрар Рысқұлов ауданы, Қарақат ауылы. Номер 2 шағын орталықты орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Қашқынбай Кәусар Қанатқызы. Мен неліктен жыл оқушысы байқауына қатысып отырмын. Ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, мен алдыма мектептің ең үздік және ең дарынды оқушысы боламын деген мақсат қоя білдім. Сол мақсатыма бүгінгі күнде жетіп отырмын. Осы күнге дейін оқуда үздік болып келемін. Білімде де, өнерде де, спортта да жүлделі орындарға ие болып, мектебімнің, ауылым мен ауданымыздың өсуіне, шарықтап дамуына деген үлесімді қосып келемін. Жеткен жетістіктерімді атап айтар болсам, 9-10 республикалық Мұқағали Мақатаев өлеңдерін оқудан 1-ші орынды және бас жүлдені қанжығама байладым. Облыстық «Менің отаныма менің бастамам» атты шығармашылық жобалар байқауында 3-ші дәрежелі диплом иегері атандым. Аудандық «Туған жер тұғырың, туған тіл қыдырың» атты жас ақындар мүшәйрасында шебер ақын номинациясымен марапатталдым. Пәндік олимпиадалардың жеңімпазымын. Аудан әкімінің алғыс хаттарымен де марапатталдым. Осы жеткен жетістіктерімнің барлығы республикалық Қазақстанның үміт артарлары кітабында жарық көрді. Ел болашағы білімді жастар деп айтқандай, мен елімнің ертеңімін. Еліміздің болашағы білікті де, білімді, білгір жастардың қолында. Осы қалпымнан таймай, әлі талай биік белестерді бағындырып, елімнің көркею жолында еңбек еткім келеді. Ел арасында айтылатын 1% талантты 99% еңбекпен толықтыру менің өмірдегі негізгі ұстанымым. Жаршысымын қуатты елдігімнің, от болмасам, лаулаған енді кіммін? Ар намысты ту етіп көтеретін, үміт артқан Кәусардай қыз мен едім. Сәттілік іздеп жүрер оқығанды, жас өрендер, ұнайды осы қалпың. Үкілеп сайысқа қосып отыр, ең сүйікті мектебім Қарақатым. Алтын кілтін ашайын сандығымның, бар екенін байқаңдар сан қырымның. Өнерде бағындырып белестерді, білімде де сан жүлде алдым бүгін. Балалар жылы, қолдаймыз бастаманы, атқарылсын игі істер асқаралы. Көк байрақты биікке көтеретін, өсіп келет мұна біздей жастар әлі. Риторикалық мәселені шешу үшін билет алсам. Қазыбек би мен Бұхар жыраудың 10-ға дейін санның мағынасын талдауы. Бұхар жырау қартайған шағында төсек тартып ауырып жатқан кезде оның халін сұрамақ болып Қазыбек би барады. Сонда төсекте жатқан Бұхар жырау: «Қазыбек, сен маған 1-ден 10-ға дейінгі санның мағынасын тауып берші, осы күнге дейін маған оны әлі ешкім айтпады» дейді. Сонда Қазыбек би: «1 дегенің бірлігі кеткен ел жаман, 2 дегеніңіз егесіп өткен ер жаман, 3 дегеніңіз 3 бұтақты шідерден шошыған ат жаман, 4 дегеніңіз төскейге шығалмаған кәрілік жаман, 5 дегеніңіз белгілі адамнан білікті бала тумаған жаман, 6 дегеніңіз аймағын билей алмаған адам жаман, 7 дегеніңіз жетем деген мақсатына жете алмаған жаман, 8 дегеніңіз бастаған серкесіз қой жаман, 9 дегеніңіз толған қаныңыз, 10 дегеніңіз өткеніңіз, о дүниеге жеткеніңіз» деп жауап беріпті. 3 арсыз, 3 қайып, 3 жетімді атаңыз. Ноғайлының ханы Жәнібек хан бір күні еліне 3 арсыз, 3 қайып, 3 жетімді атап беріңдер деп барлығына жария салған екен. Сонда халық көп дағдарып, 3 арсыз, ұйқарсыз, күлкарсыз, тамағарсыз, 3 қайып, несібе қайып, қонақ қайып, ажал қайып деп жауап беріпті. Бірақ 3 жетімді ешкім таппаған екен. Сонда Жәнібек хан ел ішінде келмеген кім қалды деп сұраған екен. Сонда халық Қарабас шешен қалды деп жауап беріпті. Сонда Жәнібек хан Қарабас шешенді алдына шақыртып, 3 жетімді ашып беруін сұраған екен. Сонда жетім деген 3 емес 5 еді ғой деп: «Оты жоқ жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, елінен ауған ер жетім, тыңдаусыз сөз жетім, жоқтаусыз қыз жетім» деп жауап берген екен.